Қымбатты оқушы, біздің келесі сабағымыздың тақырыбы 19 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті. Бұл кездегі әдебиетке тән сипаттар не деген тақырып тестте сұрақтар келіп отырады. 19 ғасырдың бірінші жартысында қазақ даласы түгелімен Ресейдің қол астына еніп, Ресей өзінің әміршіл әскери жүйелі топтарын қазақ даласына түгел әкеліп қоныстандырады. Міне соған байланысты қазақ пенен орыстың арасын байланыстыру үшін ол орыс мектептерін ашады. Міне сол кезеңге сәйкес орыстың біздің даламызға енуіне байланысты, орыстың саудасының, ақшасының келуіне байланысты күнделікті қарым-қатынас, әлеуметтік тұрмыс, қоғам түгелімен өзгеріске ұшырайды. Міне сол өзгерісті аса жақсы түсінбеген, немесе оны мүлдем жат санаған, өзінің дінінен, ділінен, тілінен, жерінен айырылғанына әбден қиналған ақындар осы кезеңдегі зар заман ақындары деп аталатын поэзияны бөлек алып қарауға тиіспіз. Бұл 19 ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиетке тән сипат болады. Міне 19 ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиетте бізге ең мәлім болған ақындар Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы, Сүйінбай Арунұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Қашаған Күржіманұлы. Міне осы сияқты ақындардың шығармашылығы 19 ғасырдың бірінші жартысында ерекше сипатталады. Және оған қоса біз өзін бөлек жара қарастыратын, әрі найзасымен де, әрі қаламымен де, от ауызды, орақ тілді, Исатай көтерілісін жырлаған Махамбет ақын туралы да осы 19 ғасырдың бірінші жартысының кезеңінде айтып өтеміз. Сабағымызды қорытындылай келе айтатынымыз 19 ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиеттің негізгі тақырыбы жерінен айырылған, суынан айырылған қазақ ақындарының отаршылдыққа қарсы үні ерекше естілген кезең екендігін айтуға тиіспін.